Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін құрма қосылған қаймақты тәттінің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға 250 грамм ұн саламыз. 1 кішкентай қасық разрыхлитель саламыз. 70 грамм шекер саламыз. Салқын сары майды саламыз. Барлығын араластырамыз. Сары майды теркамен майдалап крошка болғанша жасаймыз. Екі жұмыртқа салып қамыр илейміз. Мінекей осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болады. Пирог жабысып қалмау үшін форманың ішін майлап шығамыз. Қамырды біркелкі етіп жайып шығамыз. Ал енді ішіне құятын массамызды дайындаймыз. Ыдысымызға қаймақ саламыз. Одан кейін жұмыртқа, шекер, крахмал саламыз. Одан кейін сұйық массамызды формаға құямыз. Құрмаларды ұсақтап турап массамызға саламыз. градуста тестосы қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осындай құрма қосылған қаймақты пирог дайын болады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар.